Ассалямалейкум баршаңызға. Баланы еңбектеуге қалай үйрету керек? Бірінші, кеңістікті шектемеңіз. Бала еңбектеуді үйрену үшін кең әрі таза жер керек. Манежге салып қоймаңыз, өз еркімен бөлмеде жүруіне жағдай жасаңыз. Екінші, еденді дайындаңыз. Еденнің үстіне кілем төсеп қойыңыз. Линолеум мен паркетке баланы аяқ-қолдары сырғанап еңбектеуге мүмкіндігі болмайды. Үшінші, мақтап ынталандырып отырыңыз. Барлық бөлмелерге бір-бір ойыншықтан немесе баланы қызықтыратын заттар қойыңыз. Бала соған жету үшін талпынады. Төртінші, еңбектенуге үйретіңіз. Егер бала жатса немесе отырса, онда қолы жетер-жетпес жерге ашық түсті ойыншық қойыңыз. Бала соны алу үшін әрекет етеді. Бесінші, қауіпті заттарды жоғарыға қойыңыз. Бала еңбектейтін бөлмеде артық заттардың болмағын қадағалаңыз. Алтыншы, балаға қалай еңбектеу керектігін көрсетіңіз. Оның көкірегінен ұстап жоғары көтеріңізде қозғалуға үйретіңіз. Өзіңізді еңбектеп көрсетіңіз. Бала соны қайталайды. Жетінші, жаттығу жасаңыз. Балаға міндетті түрде күн сайын жаттығу жасау керек. Ол баланың бұлшық еттерін қатайтады, әрі тезірек еңбектеуге жүгіруге үйретеді.